Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі буф жастық тігетін боламыз. Бұл үйіңізге өте бір сән беретін, сонымен қатар қазіргі таңда қыз жасауына да өте бір көрік беретін жастықтардың түрі. Алдымен лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басып кетіңіздер. Мен жастығыма екі түрлі мата таңдап алдым. Ақ және яғни ақшыл мата мен жасыл мата. Маталарымның ұзындығы 190 сантиметр, ақ матамның ені 10 сантиметр, жасылдың ені 25 сантиметр. Енді жасыл матамыз бен ақ матамызды бір-біріне беттестіріп, түгін төмен қаратып, екеуін де түгін төмен қаратып, бір-біріне жапсырлата тігіп шығамыз. Тігіп шықтық. Енді келесі жасыл матаны ақ матамен бірге ұзына бойына тігіп шығамыз. Міндетті түрде түгін ескеріңіздер. Түгі төмен қарап тұру қажет, яғни екі матаның да. Сол кезде шеті түзу болып, қисаймай әдемі шығады. Бұны да ұзына бойына тігіп шығамыз. Мен жалпы матамның енін, ұзындығын, матамның өлшемі жайында астында описание бөліміне жазып кететін болам. Сол жерден қарап алуларыңызға болады. Міне екі жағын бірдей тігіп шықтым. Енді теріс жағын қаратып, әдемілеп бір тегіс жерге қойып алыңыздар столдың үстіне. Менен сіздерге көрсету мақсатында бір шетін ғана жүргізіп көрсетем. Енді осымен 2,5 сантиметрлік ленинкаларыңыз болса, өте жақсы болар еді. Менде өзімде осы 2,5 сантиметр болатын осындай таяқша бар. Соны пайдаланам. Осылай ұзына бойына 5 полоса салып өтем. Яғни бұны соңына 190 сантиметр бойына ұзынан жасап шығасыздар. Мен енді алдыңғы жағын сіздерге көрсету үшін сызып кетіп жатырмын. Тура осындай 5-еу сызып шығамыз. Тігінен енді келесі сызықтарымыз біздің көлденеңнен кетеді. Оны сызған кезде анау матамыздың, яғни 25 сантиметр ғой жасыл матамыз, соның барлық бойынан сызып өтеміз. Шетіне дейін жеткізуіміз керек. Жаңағындай жартылай ғана емес, шетіне дейін жеткіземіз. Ол бізге керек болады алдағы уақытта, ол жайында да айтып кететін болам. Міне осылай соңына дейін сызып кете береміз. Міне сонда біздің төртбұрыштеріміз 2/5 размерде. Мінекей осылай ұзына бойына мен сызып шықтым. Мынау 5 қатар, яғни 1, 2, 3, 4, 5. Енді осының мына екеуімен жұмыс істейміз. Ортасын тастап, мына екеуімен жұмыс істейтін боламыз қазір. Алдымен біздің жастығымыздың пішіні домалақ болғандықтан, енді екі басын бір-біріне салыстыра салып, түзулеп, әдемілеп қойып аламыз да, осы екі жағын біріктіріп тігіп өтеміз. Негізінен жаңағындай ұзына бойына тұрды ғой, сол күйінде бірінші сызып барып артынан тігуге де болады. Енді ол сіздердің ыңғайларыңызға қарай. Маған өзіме бірінші тігіп алып, сосын кейін барып сызған өзіме ыңғайлы. Міне осы өлшемді скриндап алып қаңыздар, осыны қарап отырып жасауға өте ыңғайлы. Мінекей, енді жаңағы квадраттардың
біріншісін сызам, екіншісін тастайм, үшіншісін сызам, төртіншісін тастайм, бесіншісін сызам, алтыншысын бос тастайм, жетіншісін сызам, сегізді бос тастап, осылай кете береміз. Енді екінші қатарда біріншіні сызбаймыз, керісінше екіншіні, үшіншіні сызбаймыз, төртіншіні сызамыз. Міне осылай бір тор көзді бос қалдырып, аттап отырып сыза береміз. Естіп, соңына дейін айналып, келесі жағына дейін жеткіземіз. Енді одан кейінгі үшінші қатарда оған ештеңе істемейміз, оны бос тастаймыз, келесі төртінші қатарды бастаймыз. Мінекей, біріншісі клеткадан бастаймыз, екіншісін істемейміз, үшіншісін, төртіншісін тастаймыз, бесіншісін сызамыз, алтыншыны тастаймыз, жетіншіні сызамыз, осылай кете береміз. Енді қарама-қарсы бағытта керісінше біріншіні сызбаймыз, екіншіні сызамыз, үшті сызбаймыз, төртті сызамыз, бесті сызбаймыз, алтыны сызамыз дегендей, осылай бір тор көзден тастап отырып, қарама-қарсы бағытта осы екі қатардан сызып шығамыз. Ортасына ештеме істемейсіздер. Міне осылай соңына дейін айналдыра жүріп шығатын боламыз. Менде мына жерде бас аяғы 74 тор көз шықты. Жаңағы 190 сантиметрінен 2,5 сантиметріне квадраттарымыздың барлық қабырғалары 2,5 сантиметр. Осылай мінекей сызып шыққан кезде, мінекей келесі бос тор көз тастап кетеміз бір көзді, одан кейінгісін сызамыз. Мінекей көрдіңіздер ме? Бәрі бірдей тігілген жерінен түзу шықты. Мына жерде тура солай сыздық, бос тор көз, келесі сыздық. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай солай кете береді. Дәл осылай бұның екінші жағында сызып өтеміз. Бұл сызықтар бізге белгі ретінде қазір осының тігілу барысын көрсететін боламын. Мінекей тура осылай сызып шықтым соңына дейін. Бір жақ полосаны, дәл солай екінші жақ полосаны да тура осылай қайталап шығамыз. Жаңағы қағазды скриндап алсаңыздар, ол өте ыңғайлы қарап отырғанға. Міне істіп, келесін біріншісін керісінше тастап кетіп, екіншіден бастаймыз. Сосын біреуін бос тастап кетіп, әр қарай міне бос тастаймыз, келесін сызамыз, бос тастаймыз, сызамыз, бос тастаймыз, сызамыз, сөйтіп кете береміз. Әдеттегідей үшінші полосаға тиіспейміз, 4 пен 5 пен жұмыс жасаймыз. Ол міндетті түрде түзу болып сызылу емес бұл жерде. Бұл тура осыныкі жай белгі ретінде жобасын көрсетіп кетсек болды. Қазір қалай тігіледі, соны көрсететін болам. Тура осылай айналдырып келесі басына дейін тігіп шығам. Енді тігілу барысына келетін болсақ, бірінші тура осы басынан бастап аламыз. Жаңағы сызып көрсеткен жерді тігеміз, яғни сызылған жерлер біздің тігетін жерлеріміз. Енді біріншісінен бастаймыз. Екі ұшын бір-біріне жеткіземіз. Кішкене мата қалың болғандықтан өте кішкене иненің кіруі де қиындау. Бір жүріп өттік, тура сол жерден екінші рет қайта өткіземіз де инеміздің басына жібімізді бір-екі рет орап жеріп барып тартып алып шығамыз. Сол кезде бұл жер түйіліп қалады. Әр қайсын тігіп түйіп отыруымызға болады, бірақ мен бірден солай тастап үзбей әр қарай тіге берем, яғни бос қалдырып. Міне мынау ұшымен мынау ұшын іліп аламыз. Мінекей ұштарын ғана қатты соңына дейін тартып жібермейміз. Мінекей қалдырамыз кішкене бостау қылып, қайттан сол инені көзеткен жерге қайттан қоямыз да. Мінекей бірнеше рет айналдырып аламыз. Сосын тура сол жерден алып шықсақ, жібіміз сол жерде түйіліп қалады. Мынау жіп менде жаңағы специально джинсы
киімдерді тігуге арналған өте қатты жіп. Мен осы үнемі буф жастық тіккен кезде осы жіпті пайдаланам. Бұл кез келген фурнитура магазиндерінде сатылады, қымбат емес, 200 теңгенің жобасында. Мінекей көрдіңіздер ме? Ұштарын тігеміз. Міне осылай жеткізбейміз, кішкене бостап аламыз да қайта тура сол жерден қайта бір шығамыз. 1-2 айналдырып аламыз да инемізді әр жағына өткізіп алып шыққанда автомат түрде түйіліп қалады. Мінекей келесі. Қайсы жер сызылған, сол бірінші алғашқы 2 полосамен жүреміз, ортасын тастап кетіп, келесі 3-ші, 4-ші полосамен бөлек жүріп өтетін боламыз. Бір жүргенде тек қана осы 2 полосамен ғана жүреміз. Алғашқы 2 полосамен. 1-2 рет байлап жібердім, айналдырып, байлаған жоқпын, айналдырдым. Сол инемізді алып шыққанда осы жер байланып, түйіліп қалады. Мінекей, көріп тұрғаныңыздарыңыздай, 2 жағында бірдей тігіп шықтым. Енді бағанағы айтып кеткен, соңына дейін жеткізіп сызамыз дедік қой. Міне осыны бастаймыз. Шетінен 5 мм жеткізбей, міне осы сызылғандар тұр ғой, сол бойына осылай көк деген сияқты қып, бәрін айналдыра тігіп шығамыз. Мінекей осыны айналдыра тігіп шыққамыз. Айналдыра тігіп шықтым. Енді реттестіріп, араларын жөндеп, өте қатты тартып, байлап тастайым. Қаттырақ тартыңыздар, чтобы ана жерде түйме тұратын жер тесігі тым кең болмасын, әйтпесе түймеңіз ішіне кіріп кетіп, өте бір сәнсіз жастық болып шығатын болады. Сондықтан да қаттылап түйіп тастаңыздар. Мінекей, тартып тұрып, реттеп салып алдым да, тартып тұрып, түйіп тастадым. Байлап тастайым. Енді осыларға қазір мен сіздерге түйме тігуді көрсетемін. Мынау екінші оң жағы өте әдемі усор түсіп келе жатыр. Қазір домаланып ішіне салған кезде, мінекей, мынандай 2 түйме алдым. Енді менің түймем кішіректеу. Негізінде дүкенде осындайларға арнайы жылтыр әдемі неше түрлі түймелер болады. Енді мен ондай дүкен бізде жоқ болғаннан кейін кәдімгі үлкендеу түймені алдым да, осылай айналдыра қиып алып шықтым. Сосын кейін шеттерін осылай тігіп айналдырып шығам. Яғни біз қолдан түйме тігіп, яғни түймені қаптап, сәнді түйме жасап жатырмыз буф жастығымызға. Бұл жастықтың түсін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кез келген түсті алсаңыздар болады. Қазіргі қыз жасауында үлкен бір хиттардың бірі осындай жастық, валиктар. Мінекей, енді түйіңкіредікті ортасына түймемізді салдық. Міне тартқан кезде көрдіңіздер ме, түймеміз ішінде қалды. Яғни біздің ортадағы шетіндегі беж матаға сәйкестендіру үшін мен осы түсті таңдап алдым. Дәл солай екінші түймемізде жасап шығарамыз. Енді мынау екінші жағын тура жаңағында етіп, көк деген сияқты айналдырып шықтым, бірақ жібін тартпадым. Себебі ішіне халофайберімізді салып толықтыра аламыз. Күлді бұрыш-бұрышына жеткізіп, әдемелеп, салыстырып салып шығыңыздар.
бір жерінде бар, бір жерінде жоқ болса, ол әдемі болмай, жастықтарыңыздың түрі жаман болып, тым аз да болмасын, бос болып тұрады. Енді осыны ақырындап қыртыстарын жазып, тартып аламыз. Әдемілеп тұрып, тартып, иінемізді келесі екінші жақ тесігінен шығаруымыз керек. Мінекей, көріп тұрсыздар ма? Өте әдемі узорда жастық шықты. Аса шығынды да қажет етпейді, аса уақытты да қажет етпейді. Ерінбесеңіз, бір күнде тігіп шығуға болады. Мінекей, көрдіңіздер ме? Узор өте әдемі. Енді осыны түйме осы жерде қалу үшін біз иінемізді әргі екінші басынан шығарып аламыз. Екінші тесігі бар ғой, міне осы жерден ана иінен ақырындап шығарып аламыз. Бұл жерде сақтық әрі ептілік керек. Міне шығарып алдым, алып шықтым. Енді қайра екінші жақтан алып шығып, енді мынаны тартуым керек. Қатты тартуымыз керек. Тартқанда кішкене ортасына кіріңкіреп, әдемі болып шығады жастығымыз. Аямай тартыңыздар, күш керек бұған. Тартып тұрып, түйіп тастаңыздар. Қатты тартып тұрып, түйіп тастаңыздар. Қатты тартпасаңыздар, яғни мына жердегі тесігіміз өте дәу, кең болып, бір рабайсыз болып кетеді. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің буф жастығымыз осымен бітті. Міне узоры да әдемі, түрі де әдемі болып шықты. Мына жерге арнайы жылтыр түймеде сатып алуға болады. Лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.